сәлеметсіңдер ме? Мен сендерге кедергі жасаған жоқпын ба? Жоқ Тәуке. Әрине, сендер тағы да ергіп отырсыңдар. Білем ғой мен. Қане, тез жиналыңдар да Ресейге барып келіңдер. Тағы алдыңыздан әлгі Аяжанмен елді жасаған екенбіз. Ал сендер оларға көрінбеңдер. Айтпақшы, кішірейткішті алуды ұмытпаңдар. Жарайды Тәуке. Бәрі ойдағыдай болады. Өй, сен не істеп жатырсың? Қарашы, қандай әдемі паровоз жасадым. Тамаша емес пе? Кіп-кішкентай болса да, шын паровоз сияқты екен өзі. Ой, ішім пісіп отыр. Әлгі ұрылар да көрінбей кетті. Шынында да олар қайда кетті екен? Кел, оларды аңдып көрейік. Қызық, Сотқарбай не оқып жатыр? Санкт-Петербург қаласының мақтаныштары. Яғни олар тағы да кезекті жорықтарына жоспар жасауда деген сөз. Не істейміз? Біз Настяны байланысқа шақырайық. Ол Ресейде тұрады ғой. Амансыңдар ма, достар? Сәлем, Настя. Әлгі әйгілі баукеспелер Санкт-Петербург қаласына аттанбақшы. Олардың тегін жүрмейтінін білесің ғой. Я, олар тағы да бір нәрсені ұрлағалы барады. Ой, хабарлағандарың жақсы болды. Оларды тоқтатуымыз керек. Онда бізді Санкт-Петербургте күт. Жақсы, кездескенше. Түздікте жатыр насыр көненің. Түздікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіші даланың. Қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөленіп. Дүниеде мол ғой қызық барады. Қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық барады. Қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Охо! Ұрлайтынымыз мұны алып па? Бірақ несіне қиналамыз? Қазір әлгі кішірейткішпен атып қалсақ, қалтаға сыйып кетер. Сотқарбай, тыңдашы. Мүмкін тиіспей қоярмыз, а? Бұл істің аяғы не болар екен? Қорқып тұрсың ба? Әкел бері кішірейткішті. Өзім-ақ бұл істі бітірейін. Сәлем, достар. Келгендерің қандай жақсы бол. Настя, сәлем. Ал әлгі Бубу мен Сотқарбай не ұрламақшы екен? Әзірге білмейміз, бірақ көп ұзамай білетін боламыз. Кеттік, олардың соңдарына түсеміз. Эрмитаж орнында ма екен? Алдымен соны тексерейік, е? Эрмитаж Ресейдің ең үлкен мұражайы. Я, ол әйтеуір орында екен. Жақсы болды. Ой, мынау нағыз сүңгуір қайық па? Иә, бұл да мұражай. Тек оны сүңгуір қайықпен аралайсың. Ғажап. Менің планшетімде осындай мұражайлардың бірнешеуі бар деп жазылыпты. О, қараңдар. Қандай үлкен кеме. Бұл Красин деп аталатын мұз жарғыш. Онымен ғалымдар Арктикаға саяхат жасаған. Тамаша! Әйтеуір ол орында екен. Жүріңдер, мен сендерге ең атақты
Аврора мұражайын көрсетейін. Ой, мынау не? Бұл Аврора емес. Қап! Біз қызықтап жүргенде, олар Аврораны ұрлап үлгеріпті. Алып кеме біздің қолымызда. Тезірек кетейікші. Аяқ-қолдарым дірілдеп бара. Қорқағым-ай, абайла, кемені бүлдіріп алмайық. Дәуке, біз Аврораны қолға түсірдік. Іс бітті. Оны тездетіп, менің мұражайыма келіңдер. Айтқаныңыз орындалады, Дәуке. Саспаңыз. Ай, енді қайтеміз. Бұл ұрылар қалай қарай кетті екен? Ақтөс бір нәрсе тапқан сияқты. Бұл кәмпит қағаздары ғой. Ай, кәмпит қағаздарын жерге шашып кеткен несі? Бұл тәртіпсіздік қой. Таптым. Бұл Бубудың ісі ғой. Ол қорыққан кезде кәмпит жей бастайды және қағаздарын шашып кетеді. Онда осы кәмпит қағаздары бізді ұрыларға апарады. Кеттік. Хей, жаңдардың барында тоқтаңдар. Үлгермейміз, ұшаққа отырайық. Алақай, мен нағыз ермін, мен мақтамын. Ой, тағы да Елдос пен Аяжан, олар ұшақпен қуып келеді. Мен басқа қорыққан жоқпын. Осылай боларын жүрегім сезді емес пе? Ал сен маған күлдің. Қорқақ, келсе келсін. Қане, жылдамдықты күшейт, бас. Әне, ұшатын арал көрінді. Ол Дәудің ұшатын аралы. Қап, біз үлгермедік. Олардан айырылып қалдық. Саспа, біз оларды жеңеміз. Алға! Қолға түстіңдер ме? Бубу, қане, көкесін көрсетші мыналар. Жұлдыз ұшақ, ұрысқа! Бер жазаларын! Алақай, біз жеңдік. Ағатай, көкетай, маған тиіспеңдерші. Достар, сендер нағыз батыр екенсіңдер. Санкт-Петербургтың мақтанышы Аврораны құтқардыңдар. Ғажап! Ол сонда соғысқа қатысқан ба? Бірінші дүниежүзілік соғыс, сосын екінші дүниежүзілік соғыстар кезінде нағыз соғыс кемесі болған. Дұрыс айтасың, Елдос. Ол Ресейге талай жеңістер әкелген кеме. Қазіргі бейбіт заманда ол жағалауда тоқтап тұр. Біз үшін ол мәдени мұра болып табылады.
Иә, біз оны тек мұрағатқа айналып, мәңгілік осы жағалауда тұрақтағанын тілейік. Аврораны орнына қайтарғандарың үшін өздеріңе тағы да алғыс айтам. Настя, бүгінгі керемет саяхат үшін біз қайта саған рахмет айтамыз. Маған жақсы бір ой келді. Мен Аврораның моделін жасаймын. Иә, тамаша. Біздің де кемеміз болады. Онда маған көмектес. Әрине, мен дайынмын.